Сәлем баршаларыңызға. Бүгін сіздерге осындай өте әдемі браслеттің жасалу түрін көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Ал кеттік, бастаймыз. Мен осындай ағаттасын таңдап алдым браслет жасауға. Осындай шариктерді, шапкаларды қолданамыз. Және де сіздерге айтарым, браслет жасаудың соңғы жағында мен сіздерге резинканың, яғни браслетке қолданатын резинаның қалай дұрыс байлау фишкасын көрсетемін. Соңына дейін көріңіздер. Алдымен осылай жібімізді босатып аламыз. Бізге осындай бір размердегі жилка керек. Жилка, резина. 30 сантиметрде алсаңыздар болады. Осындай тастар сияды ішіне. Бізде бұны жалғаушы деп айтады. Осындай бізді жалғаймыз. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты жасасаңыздар болады. Осылай екі тасты екі жақтан, үш тастан өткізіп алып, содан кейін жаңағы қосымшаларды қолданамыз. Шапка, шарик деген сияқты. Сіздерге қояр бір сұрағым бар. Алдағы уақытта менен қандай мастер-класс түсіргенімді қалайсыздар? Комментарийға пікір қалдырып жазып кетіңіздер. Қайсы комментарий көп болады, мен сол бойынша сіздерге мастер-класс түсіремін. Осылай браслетімізді жасаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, көктің екеуін немесе үшеуінен кейін осындай сары шариктерді өткіздім. Сол сияқты ортасында осындай ерекше әдемі болып тұратын қосымшаларды қолдансаңыздар болады. Өте әдемі көрінеді. Осылай жилкадан өткіземіз, екі жақтап. Мінекей, бұны шапка дейміз. Бұны кері жағынан өткіздік. Екіншісін себебі тасқа осылай әдемі болып үйлесіп тұру үшін. Мінекей, өте әдемі болды. Өте оңай, жасалу жолы өте оңай. Мүлдем жасап көрмеген адамның өзі бір көргеннен жасап кетеді. Главное, осы құралдар болса болды. Керек заттар болса болды. Осы агат тастарын әдемі етіп үйлестіріп жасаймыз. Бір түсті тастардан болған әдемі көрінеді. Яғни барлығы агат тас болса деген сияқты. Немесе басқа да тастар. Былайша айтқанда бір типті тастар болса өте әдемі көрінеді. Мінекей, өте әдемі шықты. 2-3 тастан ортасын бөліп, осындай әдемі заттармен үйлестіріп қойдым. Бұл браслетті себестоимосты қаншаға сатуға болады деп ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Егер қызық болып жатса, мен сіздерге комментарийға шығарамын. Себестоимост қанша и қаншаға сатуға болатын. Өлшеп алдық. Мен 1-2 қосам тағы да. Мінекей, өте әдемі шықты. Соңғы жағында көрсетем деген фишка осы. Жаймен байлап аласыздар. Екіншісіне келгенде осылай тартасыздар. Үшіншісіне тағы да жай тартыңыздар. Мінекей, сол кезде әдемі болады. Өте әдемі әрі оңай жасалатын браслетіміз дайын болды. Енді қалған жерін қиып тастаймыз осылай. Достар, видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Рахмет.